Енді бұл есепті шығару үшін біздер берілген есептің шарты бойынша сызбасын сыздық. А, П, В, яғни бұрышы берілген, ол 60 градусқа тең. А, С, В бұрышы, яғни 90 градусқа тең. Және А, В, С бұрышы, яғни бұл жерде кішкене В бұрышы, яғни 45 градусқа тең. Енді бізге табу керек, қалған екі жазық бұрышты табуымыз керек. Ол жазық бұрыштар А, П, С бұрышы мен С, П, В бұрышы. Енді табу үшін біздерге қосымша белгілеулер енгізу қажет. Енді қосымша белгілеуді қалай енгіземіз? Біздерде мына жерде В бұрышы да тік бұрышты, яғни 90 градусқа тең. Есептің шарты бойынша мына жер 60 градусқа тең. Олай болатын болса, А бұрышы, мына тік бұрышты үш бұрышта 30 градусқа тең. Сонда тік бұрышты үш бұрышымыз, А, В, П бұрышы, яғни тік бұрышты үш бұрыш. Енді осы тік бұрышты үш бұрыштың жаңа айттық 30 градусқа тең бұрышына арналған ережені білеміз. Яғни 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Біздерде катеттің ұзындығы белгілі болмағандықтан, белгілі болмағасын біздер оны X пен белгілей қоямыз. Олай болатын болса, ПА содан 2 есе үлкен, жаңағы ереже бойынша. Енді бізге осы белгілеулерді пайдалана отырып, АБ-ның қабырғасын өрнектейік. Сонда АБ-ның квадраты тең болады ПА-ның квадратынан ПВ-ның квадратын азайтқанға тең. Енді бізде ПА-мыз, яғни 2х, 2х-тің квадраты 4х квадрат, бірден жазайық. ПВ-мыз х, солай болса х квадрат. Осыдан 4х квадраттан х квадрат алып тастасам 3х квадрат. Осыдан АБ-ның ұзындығы түбірасты 3х квадрат. Х квадраттан х шығады, түбірасты 3. Сонда біздерде мына жерде АБ қабырғасы ұзындығы х түбірасты 3-ке тең. Сөйтіп біздер 3 қабырғасында тауып алдық. Енді біздің келесі мақсатымыз, мынау бірінші десек, екінші тік бұрышты үш бұрышты пайдалана отырып, біздер қалған екі мына тік бұрышты үш бұрыштың екі катетін тағда өрнектеуіміз керек. Олай болатын болса, біз жазып алайық, қай тік бұрышты үш бұрышты пайдаланамыз? А, С, В. А, С, В бұрышынан, тік бұрышты үш бұрышынан біздер А-сы мен В-сының ұзындығын өрнектейік. Енді есептің шарты бойынша бұл жерде В бұрышы 45 градусқа тең, мынау 90 градусқа тең. Олай болатын болса, мынау да 45 градусқа тең. Егер табандарының бұрыштары тең болатын болса, ондай үш бұрышты тең қабырғалы үш бұрыш деп, тең бүйірлі үш бұрыш деп атаймыз, тең бүйірлі. Сонда А-сы мен В-сы өзара тең деген сөз. Енді бұл да белгісіз болғандықтан екінші айнымалымыз Y-пен белгілейік. Енді осы Y-ті біз қазір X арқылы өрнектеуіміз керек. Енді Y бойынша жазып алайық. Яғни АБ-мыз белгілі, ол X түбірасты 3-ке тең. Сонда біздерде АБ-ның квадраты бұл А-сының квадратына В-сының квадратын қосқанға тең. Енді АБ-мыз осыдан X түбірасты 3-тің квадраты тең болады, мынау Y квадрат қосылған Y квадратқа. Осыдан енді 2Y квадрат тең болады 3X квадратқа, қайттан, 3X-іміз қайттан жоқ тұр. Енді осыдан Y, екі жағынан түбір тапсақ, Y түбірасты 2 тең болады X түбірасты 3 деген шығады. Y-ті табайық осыдан. Y-іміз
түбір асты 3 бөлінген түбір асты 2 көбейту x-ке тең. Сонда біздің мына y-іміз, яғни y-ді x арқылы өрнектеген кезде біз былай жазайық. X түбір асты 3 бөлінген 2, мынауда x түбір асты 3 бөлінген түбір асты 2, мынада да түбір асты 2-ге тең. Енді біздерге мақсатымыз бұрыштарды табу. Олай болатын болса, біз мына тік бұрышты үш бұрыш бойынша, тағы да бірінші жаңағы А, С, П тік бұрышты үш бұрышы бойынша біз мына жердегі А, П, С бұрышын табайық. Сонда біздерге енді қарсы жатқан катет бар, гипотенуза бар. Олай болса синусын алайық. Синус бұрыш А, С, А, П, С бұрышын табатын болсақ, мына бұрышты табатын болсақ, біздер, яғни тік бұрышты үш бұрыштың синусы, яғни қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы дейді. Олай болатын болса, x түбір асты 3 бөлінген түбір асты 2-нің 2x-ке қатынасы. Осыдан x түбір асты 3 түбір асты 2 көбейтілген 2x-тен 1. Мына бөлімі 1 ғой. Бөлшекті бөлшекке бөлу, кері бөлшегіне көбейтеміз. X пен x қысқарып кетеді. Сонда бұда қалады 2 түбір асты 2 түбір асты 3 қалады алымында. Енді иррационалдықтан құтылу үшін алымында бөлімінде түбір асты 2-ке көбейтейік. 2 түбір асты 2 түбір асты 2-ке көбейтем, түбір асты 3-ті де түбір асты 2-ге көбейтем. Сонда түбір асты 6 болады, мынау 4 болады. Сонда синус А П-сымыз түбір асты 6, 4-ке тең. Енді осыдан бұрыштың өзі неге тең екен? П, А, П, С бұрышы тең арк синус түбір асты 6 бөлінген 4-ке тең. Енді екінші С, П, В бұрышын табуымыз керек, мынаны табуымыз керек. Ол үшін біздер мына тік бұрышты үш бұрышты қарастырамыз. Тік бұрышты үш бұрыш, С, В, П бұрышынан біздер табамыз қазір. Мына бұрышқа, яғни қарсы жатқан катет бар, және іргелес жатқан катет екеуін пайдаланған кезде біздер ол тангенс ыңғайлы болады. Біздер сонда тангенс бұрыш С, П, В бұрышын табайық. Сонда ол қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы болады. Сонда бізде қарсы жатқан катетіміз тағы да x түбір асты 3 бөлінген түбір асты 2, іргелес жатқан катетіміз П, яғни x. Тағы да біздерде x түбір асты 3 түбір асты 2 көбейту x-тен 1-ге. X пен x-ті қысқартып жіберем. Түбір асты 3 бөлінген түбір асты 2-ге тең. Тағы да иррационалдықтан құтыламыз. Түбір асты 2-ге көбейтеміз алымы мен бөлімін. Сол кезде болады 2 түбір асты 6 болады. Яғни тангенс С, П, бұрышы түбір асты 6 2-ке тең. Енді бұрыштың өзін табу үшін, яғни тангенске кері функциямыз арк тангенс түбір асты 6 бөлінген 2-ге тең. Міне, яғни сұрап тұрған бұрыштың екеуінде таптық жауабы, яғни осылар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін.